Түркістан түбі бір түркі дүниесінің рухани астанасы. Еуразия кіндігінде орналасқан Ұлы Жібек жолындағы дархан дала талай тарихи кезеңдердің куәсі болды. Бүгінде сол Түркістан күн сайын тотыдай таранып, көркейіп, қанатын кеңге жайып, үлкейіп келеді. Түркістан қызу құрылыс алаңына айналғанына 4 жыл болды. Бауырын керген жүк көтергіш крандар да есебі жоқ. Биыл Түркістан қаласында 97 көпқабатты тұрғын үйдің құрылысы аяқталып, 6000 отбасы қоныс тойын тойлағалы отыр. Яғни 855 мың шаршы метр тұрғын үй, 5935 пәтер пайдалануға беріледі. 2018 жылы Түркістан облысы құрылған кезден бастап тұрғын үй мұқтаж азаматтар кезекте 29 мың астам азаматтар тіркелген болатын. Қазір кезде бұл көрсеткіш 2 есеге өсіп, 2022 жылы тұрғын үй мұқтаж азаматтар кезегінде 49 мың 683 адамға тіркелді. Жалпы Түркістан облысы құрылғалы бері 3800 отбасы коммуналдық тұрғын үй қорынан тұрғын үй қамтамасыз етілді. Оның ішінде кезек ретінде әлеуметтік жағынан осал топта азаматтар 3206 және көп балалар отбасы санаты бойынша 1279 азамат қамтамасыз етілді. Көп қабатты тұрғын үйлерді салу бар, сапа деген тағы бар. Нұрлы жер мемлекеттік тұрғын үй құрылысы бағдарламасы аясында құрылысы жүріп жатқан 5, 7, 9 және 12 қабатты үйлердің сапасы қатаң бақылауда. Салыстырмалы түрде айтайық, жыл басынан бері елімізде 7,17 миллион шаршы метр тұрғын үй тапсырылған. Ең жоғары көрсеткіш Түркістан облысына тиесілі. Түркістан облысы тұрғын үй салу бойынша көш бастап тұр. Бұл мадақ үкімет отырысында айтылды. Биыл 6000-ға жуық тұрғын үй ел игілігіне беріледі. Түркістан бойынша саябақтар мен скверлер бойынша айта кетсек, Түркістан қаласында барлығы 55 саябақ пен скверлер бар. Оның ішінде 30 жаңа саябақтар Түркістан облысы мәртебесі алғалы бері іске қосылды. Жұмыс нәтижесінде 225 гектар абаттандырылған аймақтар пайдалануға берілді. Оның ішінде 148 гектар шымен газондармен төселді. 70898 тал егіліп, 48 гектар аяқ жолдармен авто суғару жүйелері және жарықтыру жүйелері орнатылды. Әлемде туризммен табатын кірісінің арқасында күн көріп отырған елдер бар. ақш, Түркия, Мысыр тізе берсек көп. Ал Түркістан тарихи көне архитектуралық кескін келбетімен ерекшеленеді. Бүгінде Түркістан облысында туризмді дамыту мемлекеттік саясаттың басым бағыты болып отыр. Бұл шаға туристік жағажайы, жалпы ауданы 81 гектар, ал суының сыйымдылығы 2,5 миллион текше метр. Туристік жағажайдың жалпы құны 6 миллиард теңге. Қайталап айтам, 6 миллиард. 5 елден құралған, яғни Түркия, Әзірбайжан, Өзбекстан, Қырғызстан елдері және Қазақстанның елдерінен құралған халықаралық деңгейде туризм додасы жобасы жүзеге асырылды. Оның деңгейінде танымал жұлдыздармен бірге Түркістан облысының туристік нысандарын аралау арқылы, әрбір өздерінің әлеуметтік желілерінде таныстыру арқылы және Түркістан облысының туристік әлеуетін бүкіл әлемге паш ету арқылы өзіміздің туризміміздің танымал жерлерін таныстыру болды. Осы өткізілген оқиғалық шаралардың нәтижесінде 2022 жылдың 1-ші тоқсанында облысқа келген туристердің саны 49 мыңға жетіп отыр. Бұл көрсеткіш өткен жылғы, яғни 2021 жылғымен салыстырғанда 10 мыңға артық орындалып отыр. Жағажайда емдік қасиетке ие шағыл құм төселіп, ағаш отырғызылған. Жаңа туристік нысанға баратын жолдың сапасы да жоғары деңгейде. Бұл бастамасы алдағы уақытта балалар демалыс аумағы, коттедждер мен қонақ үйлер, аквапарк салынады деп жоспарланып отыр. Туристердің бос уақыттарын тиімді пайдалану үшін және туристерге жақсы бір қызмет көрсету үшін жағажай туристік орнына іске қосылып отыр. Бұның бір ерекшелігі Түркістан қаласына келген туристерге өте жақын, қолайлы орналасқан, суы өте таза мөлдір. Түркістан экологиялық апаттан зардап шеккен Арал теңізіне жақын жатыр. Жері тұзда, өзіне тән аптап ыстығы, шаң мен жел тағы бар.
4 жыл бұрын Түркістан шаңы көтеріп жатқан шаһар еді. Бүгінде шаһарда гүлмен көмкерілген гүлзарлар көбейді. Мыңдаған сәндік өсімдіктер қаланың көркіне көрік қосып қана қоймай, туристерді де тартуға ықпал етіп отыр. Оған ел куә. Көрейікші мына қасиетті жерді деп келдік. Енді бісміллә деп аттап, барлық орын жөнмен бәрін жасадық. Өте ұнады. Енді не айтамыз? Әлде келеміз, бірінші езгеп тұрмыз ғой, Балқаш қаласынан біз. Атым Ғалияш Мұхитқызы, халық банкісінде финансовый консультантпын. Саламатсыздар ма? Біз город-герой Балқаштан келдік. Өте ұнады, бізге керемет жер, қасиетті. Жители очень прекрасные, бәрі күшті, бәріне жақсылық тілеймін. Ең бірінші осы кесенеге келіп жатырмыз енді, атамыз. Өте керемет, сөзбен жеткізу қиын. Бәрі өте ұнап жатыр. Түркістан деген керемет өсіп келе жатыр екен. Бізге өте қатты ұнап жатыр. Турист ретінде бір кішігірім келеміз негізі. Көріп қайтайық деп. Енді қазір алда караван-сарай деген жер бар дейді. Оған әлі жеткен жоқпыз. Бұйыртса қазір барып тағы да көре жатырмыз. Рахмет. Түркістанда соңғы бірнеше жыл ішінде 3 миллиондай ағаш егілді. Демеушілер есебінен ағаштар алынып, халықтың көмегімен, мекемелердің демеуімен ағаштар отырғызылды. Дегенде қылқан жапырақты ағаш түрлерінің ыстық жерге бейімделуі екіталай деген пікірлер болған. Бекер екен. Өңірде жасыл белбеу жобасы жүзеге асып жатыр. Қаланы қоршай 7000 гектар алқапқа шамамен 5 миллион ағаш көшеттер егілген. Облысымызда 7 орман шаруашылық коммуналдық мекемелері бар. Осы аталған коммуналдық орман шаруашылық мекемелеріне 3 миллион 121 мың гектар орман қоры жерлері бекітіліп берілген. Өз кезегінде орман шаруашылық мекемелері сол бекітілген орман қоры жерлерінде орманды қорғау, браконьерлікпен қарсы күрес және орманды молайту және жануарлар дүниесін өсім молайту шараларымен негізгі жұмыстар атқарады. Президентіміздің кезекті жолдауында тапсырылғандай, алдағы 21-25 жылдар аралығында республиканың орман қоры жерлерінде 2 миллиард ағаш отырғызу жоспары нақтыланып бекітіліп тапсырмаға берілген болатын. Осыған сәйкес облысымызда іс-шара жоспары бекітіліп, бүгінгі таңда орман қорының облыстық басқармаға қарасты орман қоры жерлерінде 110 мың гектар жерге 170 миллион ағаш түп жаңағы орман алқаптарын құру бойынша тиісті жұмыстар атқарылып жатыр. Қазір сананы тұрмыс билеген заман. Халық жайлы орта іздейді, ол рас. Бүгінде Түркістан облысының спорт саласында да сәлкініс бар. Өңірде 1520 дене шынықтыру ұжымдары жұмыс істеп жатыр. Ағымдағы жылдың 6 айында Түркістан облысында 1092 бұқаралық спорттық іс-шара ұйымдастырылған екен. Бүгінде спортты серік еткен тұрғындар саны облыс халқының 3-тен 1-ін құрап отыр. Бізде Түркістан облысында 59 спорттың түрі бар. Оның 29 олимпиадалық, қалғаны олимпиадалық емес спорт түрлері, ұлттық спорт түрлері. Бізде Түркістан қаласында заманауи стадионымыз бар, Түркістан арена. Бұл жерде және де осы Түркістан аренада бізде еркін күрестен, бокстан, штангыден, гимнастикадан, және фитнес залы, йога залы ашылған. Бүгінгі таңда Түркістан облысының енді жастар мен жасөспірімдер арасында біздің спорт саласында жеткен жетістіктеріміз өте көп. Айта келе осы соңғы жарысымыз Талдықорған қаласында Қазақстан Республикасының ауыл жасөспірімдері 4-ші жазғы ойындары өтті. Сол ойында бізде 7 спорт түрінен біздің ауыл жастарымыз 1-ші орын алды, 3 2-ші орын алған жастарымыз бар, және де 1-3-ші орынға ие болып, өте үлкен жетістік көрсетті. 2022 жылдың 6 айында облыс спортшылары спорттың 59 түрі бойынша Қазақстан Республикасының чемпионаттары мен біріншіліктеріне қатысып, 624 медаль еншілеген. Оның 254-і алтын, 165-і күміс, 205-і қола медаль. Аймақ спортшылары Азия чемпионаттарында да жай отындай жарқылдап жүр. Түркістан қаласында өздеріңізге белгілі, бізде ескек есу каналы соғылып жатыр. Ол Азия бойынша мен ойлаймын ең үлкен, ең заманауи ескек есу каналы болады.
және де мұз сарайы соғылып жатыр. Ол да мынау Түркістан облысының, Түркістан қаласындағы, мен ойлаймын, жастар мен жасөспірімдердің қысқы спорт түрімен айналысуға өте үлкен не болады, өте үлкен септігін тигізеді. Біз сүйекті салаларды сөз еттік. Аймақта қоғамдық саяси ахуал тұрақты, әр салада даму бар. Өсім байқалады. Сөзімізге сандар куә.